Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Менің әңгімемді тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды көрсетіп кетіңіздер. Бірінші бөлім. Қамыт жағалы қоңыр көйлек. Қорап автобустағылардың көбі тойға келе жатқандар. Одан қалғаны Ұзынбұлақ пен Жылысайда тұратын жүзі таныстар мен көзі таныстар. Той Жылысайда, оның жолы Ұзынбұлақтың басып өтеді де, ал Ұзынбұлақ Алматыдан 206 шақырым алыс. Жылысайдан 6 шақырым бері. Жолаушылардың көбі әйел. Әйел көп жерде және оның бәрі бірін-бірі таныған соң әңгіме де көп. Әңгімеге араласпай, не қалғып-шұлғымай, өзімен өзі ой құшағында отырған жалғыз шара ғана. Жолмен үзбей жарысқан Алатаудың жүлгесіне бадана көзі сүзіле қарағанмен, оның әсемдігіне түк те тамсанып келе жатқан жоқ. Оның көз алды мен көңіл аясындағы елес әлі түндегі оқиға. Мұраттың қасынан осы түн аман шыққаны қуаныш па әлде қателік пе, соны бағалай алмай дал. Ой толғанымен томпақ беті бір қызарып, бір қуарып, өңі сәт сайын құбылатынын қасындағылар байқамайды. Олардың ынтасы әңгімеде. Шараның ойы шым-шытырық. Мұратқа ренжейін десе, оның да қылығы адам өкпелейтіндей әбестікке жатпайтын сияқты. Өзін кінәлайын десе, бойжеткелі құлағына шешесі құйып келе жатқан ақылдан да ауытқымапты. Тек Мұраттың мен ойлап тапқан жаңалық емес, ата-бабамыздың бәрі істеген табиғат заңы ғой деп жалынғаны сол ғана жанына батады. Бірақ тойымызға дейін шыдай тұрайықшы деп мұның жалынғаны неге теріс? Ал енді оның бұл бір-бірін сүйген, бір-біріне ештеңесін аямайтын ғашықтардың ғана рахаты дегені. Құдай біледі, қулық. Рахат болса, еркекке рахат шығар. Әйелге оның несі рахат? Еркек дегеннің ең басты мақсаты алдап-солдап соған жету. Дегенді қай жеңгесі айтпады. Әйел атаулының қыздарды бірінші сақтандыратыны сол. Еркекке алданып қалмау. Ендеше мұныкі дұрыс. Некелескенге дейін қыз-жігіт жыныстық жақындыққа жолатпауы керек. Ойбай-ай, оған жолатпағанымен оның қолы өне бойының бәрін аралады-ау. Ұят-ай, құрысын, еркек дегенің оңашадан есін білмей кетеді екен ғой тегі. Қой деген сөзге құлағына кірмей ме деп еді, қайта бақсы боп кетті ме, әлде аузына апта бойы ас тимеген ашқа ұқсай ма? Құдай-ай, адамды айпап-тұйпап жұтып қоя жаздайды. Қалайда жаны бір қалуы қалды. Әйтеуір енді тойлары өткенше ондай оңашалықтан қашуы қажет. Ағайға таныстырайын. Көкемдікіне кіріп шығайық деп ол әлі талай нәрсе айтуы мүмкін. Енді алдап оңаша үйге апарсаң өкпелеймін деу керек. Аймалап, айналып, үйіріліп, ешкімнен естімеген ең тәтті сөзді айтып жатқан адамдармен қарсыласып алысып жатқанда қай абырой. Бәрінен сүйіп жатып сипалағаны жаман. Я қарсыласыңды, я құшақтарыңды білмейсің. Бүйтіп қыз болғаны да бар болсын. Шын сүйгендіктен де қасыма жолатпаймын дегеніңді қалай түсінем? Сонда шын сүймесең жолатамысың деп те тығырыққа тіреді-ау. Оны өкпелетпейін-ақ дейді, бірақ өйтсе бәрінен бірақ сәтте айрылады. Шешесі байғұстың неке түніне таза жет,
Күйеуіңе сонда өле-өлгенше сыйлы боласың деп зар илеумен келе жатқаны. Сөйтемін, оған уайымдамашы деп оған әлденеше уәде бергені. Бәрі зая кетпек. 40-на шыдап 41-не шыдамағаны шынында ұятты. Ертең өз қыздарына ақыл үйреткенде не бетін айтады. Өйткем жоқ деп өтірік айта ма? Құдай оның бетін ары қылсын. Той жасап жатқан Шараның нағашы атасы. Тұңғышын үйлендіргенге тегі шат-шадыман. Бір қора боп бұлар Алматының автобусынан түскенге тіпті көтеріліп кетті. Құдайдың жеткізгеніне шүкір дейді. Амандасқанның бәрін бас сала құшақтап Шара. Негізгі осы ағасына тартқан көзінің үлкендігі, бетінің томпақтығы бәрі айнымайды. Ой, өзіме тартқан асыл сүйек қарындасым. Өзгелер 100 төбе болса да, бір өзі бір төбе боп, бәрін басып тұратын Шара жаным деп, мұны айрықша мейіріммен құшақтады. Тойдың дастарханын үй іргесіндегі беделдіктің үстіне ұзыннан 3 қатар үстелге жасапты. Ұзынбұлақ пен Жылысайды үдере шақырған той екені көрініп тұр. Өй Шара деп нағашысының құшағынан босана берген бұны қызыл орамалды келіншек бас салды. Қарар емессің ғой тегі. Айжан тани кетіп Шара да құрбысын құшақтай алды. Мектепте бірге оқып, ауылда бірге өскен екеуі емін-еркін сөйлескілері кеп, есік алдындағы елден қаша бірін-бірі сүйрелегендей үйге кірді. Тоқтаусыз ең түпкі бөлмеге өтіп, төсектің үстіне қатарласа отыра кетті. Айжан мен Шара жыл сайын кемінде 1-2 рет көріседі. Қолы қалт етсе ақ Шара ауылға шауып кеп тұрады. Айжан қазір 2-ші баласына жерік екен. Ал Шара оқу бітірем деп, күйеуге ертелеу деп әлі бойдақ. Оқуың бітуге 1 ай қалды. Кәрі қыз боп аңқиып қалайын деп жүрсің бе? Жоқ, меншіктеп ұстаған біреуің бар ма деп Айжан сәлден кейін ақ әңгіменің бетін қашан күйеуге шығасыңға бұрды. Сен менің бойдақтығыма қызығасың ау деймін, әлде қызғанасың ба? Айына жылына бір көргенде басқа әңгіме жоқ па? Ой, жынды деп Айжан Шараның жотасына алақанымен қойып қалды. Қызғанатындай қай артықшылығың бар ей сенің? Айтсам өзім көрген қызықты сен де көрсе екен деп әншейін жаным ашып айтам. Байым бар, балам бар, күнім мен түнім солардың қасында. Сенің соқа басың сорайған бойдақтығыңа есі дұрыс адам қызыға ма? Неге қызықпайды? Біреуге тамақ пісірмейсің, біреудің кір қоңын жумайсың, қайда барсаң да қайдан келсең де өз еркің. Түске дейін ұйықтайсың, түстен кейін қыдырасың. Құдайдың бір еркесісің. Еркеліктің дәмі еркелететін кісің болса кіреді. Сөзіне қарағанда сені біреу теріс оқытып жүрген сияқты. Түске дейін ұйықтап, түстен кейін қыдырған да адам арман ба? Басқаны тыңдап қайтесің? Бай мен баланың қызығын менен сұра. Ал сұрадық, айта қойшы, байға тигеннің несі қызық? Бәрі қызық. Оның еш қызығы жоқ болса, әке-шешелеріміз ұйқы мен қыдырудан іштері пысқан соң үйленді ғой деп жүрсің бе? Сен оны ойлап қарашы. Сүйген жігітің қолыңнан сипаса, қандай әсер етеді? Ұнай ма, ұнамай ма? Әрине ұнайды. Ал ерніңнен сүйсеше, кетші әрі, мен сені мазақ қылайын, сен мені мазақ қылайын дедің ғой. Сипаған, сүйген, құшақтаған, оның бәрі басқа нәрсе ғой. Қасыңа жатқандағысы жаман. Ойбой, әлі бала екенсің ғой, Шара. Әйел болғанның бәрі тозақта, бойдақтар түгел жұмақта жүрміз деп ойлайды екенсің ғой. Шыныңды айтшы, жақсы көрген адамыңның сипағанынан сүйгені, одан құшақтағаны, бәрінен бәрі жақсы екені өтірік пе? Оны өтірік деген кім бар? Ендеше күйеуің әрі сипайды, әрі құшақтайды, әрі сүйеді, жаныңа рахатын
бәрін жасайды. Одан артық қандай қызық керек саған? Масқара, сен әбден ұятсыз боп кеткен екенсің. Байдың қызығын сен-ақ көр, менің оқуымды оқып мұғалима болып тып-тыныш жүргенім жақсы. Иә, әйелдің күйеусіз-ақ бақытты болатынын дәлелдейтін бірден-бір сен боларсың. Құдай-ай, кім білген, сен мүлде сауатсыз екенсің ғой. Қой айналайын, сен білмегенді денең біледі. Қолыңды ұстағанда денең дір еткен жігітке ти. Бар ма өзі қолыңды ұстайтын біреуің? Бар болған соң ғой басымның қатып жүргені. Кеше түнде сүйгенің рас болса қолымды қақпа деп қинап зорға құтылдым. Әсерінен әлі айыға алмай, кімдікі және екенін шеше алмай басым қатты. Сенікі жөн, асыққан еркек алдымен үйленсін, сонан соң ғана. Тойға бірге оқығандардың біразы келді. Арасында әлі үйленбегендердің бірі Ырысбек екен. Қасынан шықпай әбден ығыр етті. 2-3 үрімкеден кейін ашық емініп, жүрші қыдырып қайтайыққа шықты. Әуелде иығынан ұстап еді, қолы бірте-бірте белге түсті. Тағы бір билегенде бөксесін сипайлай бастаған соң шара шамданып қағып жіберді. Сен менің мінезімді ұмытып қалғансың-ау деймін. Тойдағы тамам жұртқа тағы бір күлкі болғың келмесе, қолыңа ие бол. 10-шы класста осы баланы бір масқаралағаны бар. Алысып жүріп, ана тұрған мұның емшегін қасақана қысып жіберді. Қалайша дәл тигенін шараның өзі де білмейді. Бар жетіп қолын шошына көтеріп қалғанда бармағы Ырысбектің танауына кірш ете қалды. Сау еткен қан үсті басын жуып кетіп, ақыры қыздан таяқ жеді деген келекеге қалған. Сол ғой есіне сап жатқаны. Ішіп алған еркектер де айырма болмайтын секілді. Ауылдағы тракторшының да, қаладағы студенттің де бәрінің құлқыны тескен, қайткенде де әйтеуір қызбен қойындасу. Елден ұят-ау, шараның атына сөз келеді-ау дегенді Ырысбек тегі ойлап та қоймайды. Өңмеңдеп, үйкелесе еңкейіп, айтқан сөзі де қылығы да бәрі ерсі. Мана сызылып амандасқан сабазың қазір пысылдап, танауыңның желі шараның самай шашын қайта-қайта маңдайына қарай қобыратып шайнаңдап отырып сөйлесе, түкірігімен қоса түйіршікте де шашырап, кел шара, бірге оқыған күндерді еске түсіріп, мананы алып қояйық деген сайын шынтағы үстелдің үстіндегі не бөтелкені, не стақанды қағып кетіп, оны түзеймін дегенде үрімкесіндегі арақ үстелге төгіліп, не қасындағыларға не елдің сөзін естіртпей, не өзі берекелі сөз айтпай әбден берекені алды. Одан шара орнынан тұрып кетіп қана құтылды. Одан құтылғанымен, бірақ ойдан құтылар да алмады. Мен сірә Мұратты сүймейтін шығармын. Бұрын қолымнан ұстай алса, Айжан айтқандай тұла бойым дір ете қалатын еді. Қазір өйтпейді дегеніне кеше түні көнбегенім де содан шығар деп сезіктенді. Ырысбектің бар қылығы қайта-қайта Мұратты есіне түсіре берді. Екеуінің ішіп алғандағы мінезі бір-бірінен айнымайды. Аузынан арақ тиді, бітті. Тіміскі иттің тұмсығынша қолы қайдағы жерлерін түрткінектеп, ол да мұны оңаша тартпақтайды. Сол ұқсастықтан бойын бейне ызғар қарып тұрғандай сезіледі. Кіді алмайтын нәрседен көңілі кіді алып, тойға деген ынтасы бірден бәсеңсіп сала берді. Көнбедің бе деп осыдан көрсетпей кетсе, Мұраттың ондай айрылыстарға сылтау іздегені ендігі қалған бір айдың ішінде кіммен тұзы жарасса кетер дейсің. Бойдақ жүріп-ақ оқуын бітірер. Қыз атаулыға бір қозы көрпештің тумайтыны тағы белгілі. Тәлейіне қарай әлде біреу кезігер.